Арқасында күн суығанда біз бәріміз моншаға барғымыз келеді. Моншаға барған кезде түсудің өзінің дәстүрі бар, өзінің салты бар. Мысалы, бәріміз кіре салып бірденен парға кіріп кететін болатын болсақ, біз тыныс қабатында шырышты қабатты күйдіріп аламыз. Күйдіріп алғаннан кейін одан кейін кейбіреуіміз сыра ішіп жатамыз. Сыра ішкеннен ертесіне ауырып қалып жатамыз. Мүмкін сырадан ба, басқадан ба деп. Негізі ол сырадан емес. Көп жағдайда біз бірден кіріп кетіп, шырышты қабатты күйдіріп алғаннан ертесіне бізде катаральный бронхит болады. Егер дұрыстап емдемесек, ол катаральный бронхитіміз хронический бронхитке айналады. Кейін тағыларына. Біз ол жерде жаңағы болмайтын халық еммен емделе бастаймыз, бірақ ол емделгеннен пайда болмайды. Сол себептен әрқашанда моншаға баратын болсаңыз, моншаға түсе білетін, салт дәстүрді білетін адаммен түскен жөн. Бірінші моншаға барғанда шай ішіп алыңыз, немесе сыра ішетін болсаңыз сыраңызды, одан кейін барып парға кіріңіз. Жай ғана бірінші аз мөлшерде, кейін орта мөлшерде, үшіншісін толық мөлшерде, одан кейін төртінші рет парға кірудің қажеті жоқ.